Жеті шатыр жақсы қалады. Қаптап жатқан қазақ, жазы қысы қымыз, ойын сауық қата айтса. Ай, той, құдалық, ат жарыс, күрес, мас күнем, төбелес. Үй қыдырған көлем ақжаулық. Жаз шықса, пароход, паром, жел қайық, жасыл арал, қалың орман. Көкке шыққан, гүл айтып соққан, масайраған шат көңіл. Сырнай, керней, қызып думан, қайт келмен сергек дала. Қалай әгі? Ғажап емес пе? Тамаша тіл. Бұл Жүсіпбек Аймауытовтың әнші дейтін әңгімесінен кішкентай ғана үзінді. Адам таң қалады. Мен өзі жақында ғана осын менде оқығам. Сосын осы Жүсіпбек Аймауытовтың тілін біз білмейміз ғой, жақында ғана мұның дақталып отқаны. Ал бірге жасаған адамдардың айтуы, бұның тілі деген әсіресе анау Ақ білек деген романы. Біз білмейтін роман. Біз білмейтін абсолютно. Біз бір жолын оқымаған нәрсе ғой енді. Оқысақ енді оқимыз берісі. Сол ағып тұрған осы кереметтей осы поэзия дейді. Жаңа өзің айттың ғой. Нағыз қазақ тілі. Өзі поэзияға тұнып тұрған, нағыз қазақ тілі деуге болады. Менің ұғымда солай. Ал енді соңғы кезде менің байқауымша осы тіл мәселесі, жалғыз менің байқауымша емес, жұрттың бәрінің аузында бар нәрсе ғой. Тіл мәселесі көп айтамыз. Тіл тағдыры дейміз. Жалғыз қазақ тілі емес, неміс тілінің тағдырын бәрінде әңгіме қылып отырамыз. Сол сіз қалай ойлайсыз? Қандай жағдайда қазір тілдің тағдыры, қазақ тілінің қазіргі жағдайы қалай деп ойлайсыз? Осы жағынан сіз көзқарасыңызды білдірсеңіз. Енді бұл бәріміздің ойланғанымыз, толғанып, тебіреніп жүрген нәрсеміз ғой. Мына әлі өзің қатысып жүретін комиссиялар бар қазір толып жатқан тіл жөнінде. Комиссия жетерлік. Жетсең қатысып жүрсің ғой. Қатысып жүрген жоқсың ба? Қазір қойып берейін. Ал сол комиссияларда мен басқаны қойғанда, мына қазақ тілінің тағдырына қалай біз солай қарайтын кейбір академик ғалымдар, тілші ғалымдар, Ісмет Кеңесбаев секілді. Мен осылардың өзінің принципіне түсінбеймін. Сонда әлгі орыстың бір несі бар ғой, көп айтыла беретін. Өзінің отырған пұтағын өзі балталап шапты деген. Енді сол ғой деп ойлаймын. Мұның осы тірлігі Ісмет Кеңесбаевтың біз енді сыйлайтын адамымыз. Бірақ осындай тіл жөнінде тым осындай бір халықты ренжітетіндей қате пікіріне мен ойлаймын енді халыққа жанашитын, қазақ халқына жанашитын, оның тағдырына келешегінен жанашитын адам әр кезде бұған тойтарыс беріп пікірінің қате екенін дәлелдеу керек. Жаңа өзің оқыдың. Осыны қызығы не дейді? Сен мені екінші рет оқып отырсың осыны маған. Мен осы газетті тастамай жүрмін ғой. Ылғи қасында жүр осы газет. Әркімдерге оқиды. Сондай кәдімгідей осы мәз болып, кәдімгідей сөздің дәмін алып оқиды осыны. Өйткені өте ғажап нәрсе ол. Жаңағы пікіріңізге бір жағынан қосылуға болады. Жаңағы ғалымдарға да байланысты дедіңіз. Бірақ меніңше бұның астары әлдеқайда тереңдеу болу керек. Бұл қоғамдық мәселе, үлкен әлеуметтік мәселе. Сосын жалғыз қазақтың басында емес, осы барлық ұлттар қазір осы зар жылап жүр ғой тіл келгенде. Ана Украин халқы да, ана белорустар да, ана біздің совет немістердің тағы басында бар нәрсе. Корейлердің тілі әбден құрып кетті. Ал енді мынаны байқаңыз. Мәселен, мына совет немістерінде соңғы мектептер, неміс тіліндегі мектептер 41 жылы жабылды. Тіпті 34-35 жылдан бұла қарай неміс тілінде мектеп жоқ деуге болады. Сонда 50 жылдан бері совет немістерінде мектеп жоқ. Демек, тілдің қалай дамып келе жатқанын өз таңы бар. Қайта бізде әйтеуір әдебиет бар дейміз, жазушылар бар дейміз. Солар қалай өздерінің тілдерін сақтап қалғанына таңы бар. Өйткені мектеп жоқ. Сонысын 15-16 жыл бойы ешбір неміс тілінде бізде кітап шықпаған. Сондай бір кезең болған. Газет шықпаған. Сендер Францияға барып келдіңдер ме? Францияға барып келгенбіз. Үшінші поколенияда. Поколение емес пе? Үшінші ұрпағы. Үшінші ұрпағы, Үшінші ұрпағы шетелде туған, бірақ солар әлі кезге дейін тілін, салтын,
әдет ғұрпын ең аяғаны балалары домбырасына дейін қазақтың. Соған дейін сақты. Иә, есінде әбек. Анау бір қазақ айтты. Мен әкем Пакистанда туды деп сөйледі. Өзім Стамбулда тудым. Балам Парижде туды. Соның өздерінде тәп-тәуір қазақша сөйлейді. Ну, түрік тілінің акценті бар, сәл-пәл ғана. Бірақ домбыра тартады, қазақша ән айтады. Сонау Парижде, Европаның ортасында тұрып, өз тілін сақтап қалған. Адам таң қалатын нәрсе. Ал енді мен білем, сен баяғыда жазушылыққа алғаш қадам басып келерге дейін, 60 жылға дейін тіл ілімі жөнінен кандидаттық қорғаймын деп жүрдің ғой, кандидаттығың дайында болатын. Қазір дайын жатыр ғой? Иә, дайын. Демек, сен енді тіл жағына бәрімізден де жүйріксің, бәрімізден де жетіксің. Ал енді саған сұрағым бар. Сол шетелде үшінші ұрпақ, шетелде дүнияға келіп, шетелде өмір сүріп жатқан. Солар тілін сақтауға тырысады. Ал біз өз елімізде отырып, өз тіліміз, осы қаладағы жігіттер өзінің балаларыменен сол қазақ тілінде сөйлеспейді. Осы мәселені, осы проблеманы олар әлі шын жан жүрегімен сезініп жүрген. Қаншалықты тіл сақтаудың, ұлтты сақтауының екеуінің пара-пар егіз бірінен бірін айыруға болмайды. Осыған қалай қарайсың? Бұл не? Бұл енді әбден дұрыс нәрсе. Шында да тілін жоғалтқан халық, ол енді өзінің халықтық қасиеттен айырылады. Ол енді мәңгүрт бола ма, орысша айтқанда құрт население бола ма, житель дейді орыстар. Сондай бола ма, әйтеуір өзінің ұлттық қасиетінен сөз жоқ айырылады. Қиналған кезде бір басыма келетін жағдай бар. Әрбір дүние білген халық перзенті, ол өзі сол халықтың, алдыменен сол халықтың төл перзент екеніне мақтану керек. Соны мақтану керек. Осы мақтаныш... Мен қояйын. Ал көкірегінде осы мақтанышы жоқ адам, ол, мен ойлайын, тілінде, халқының, тілінде, соның дәстүрінде сыйламайтын болу керек. Соны сыйлауға тіптен адамшылық қабілет жетпейтін болу керек. Сондай адамдар, осы қазір қорқатыным, біздің кейінгі мына қалада тұратын жастардың арасында сондай адамдар көбейіп жатыр. Халқын сыйламау, алдыменен өзін сыйламау. Мәселен, біз дүнияға келсек, анайлап айтқан кезде, қандай жаман басын, жақсы басын ата-ананы сыйламасаң қалай болады? Алабай айтқан ғой. Әлгі атаның баласы болмасаң да, сен адамның баласы болуға. Мына жағдайда сен алдыменен атаның баласы, сосын сонан кейін кім болмаса қазақ баласының дейтіндей бір хақың болу керек. Соған талпыну керек. Осы талпыну, мына біздің кейінгі қаладағы жігіттердің арасында жоқ. Міне соның арқасында біз келіп алып өз тілімізді өзіміз сыйламаймыз, өз тілімізде өзіміз сөйлемейміз, тіптен әрбірден кейін өз тілінде сөйлеудің өзіне арманатын жастарда шығып жатқан өзім. Енді ұлттық сезім дегеннен бастау керек. Ұлттық сезім тәрбиелеу керек. Ұлттық сезім, ұлттық намыс.